Ішкі істер министрлігі өңірлердегі кәсіпорындарға қылмыстық топтардың ықпал етуіне жол бермеу, сондай-ақ бағалы металдарды, материалдық құндылықтарды ұрлаумен айналысатын топтардың қылмыстық әрекеттерін әшкерлеу бойынша тұрақты түрде кешенді шаралар қабылдауда. Ағымдағы жылдың 14 мамырында Қарағанды облысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жүйелі түрде материалдық техникалық құралдар мен жанар-жағармай материалдарын ұрлаумен айналысқан қылмыстық топты ұстауға бағытталған арнайы операция жүргізді. Олар қорғасын мырыш кенін өндіру және өңдеу саласындағы ірі кәсіпорыннан ұрлық жасаған. Тергеу барысында көрсетілген кәсіпорынның бірнеше қызметкері күзетшілермен сөз байласып, бірнеше ай бойы ұрлық жасап, ұрлаған заттарды заңсыз қабылдау пунктіне өткізгені анықталды. Жүргізілген шаралардың нәтижесінде 18 адам қылмыс үстінде ұсталды. Ұрланған жанар-жағармай материалдар мен металл бұйымдары және автотехникаға арналған қосалқы бөлшектер тәркіленді. Сондай-ақ тінту барысында 5 тіркелмеген мылтық, оның ішінде кесілген және ойық ұңғылы карабин, травматикалық қару мен оқ-дәрілер тәркіленді. 21 мамырда аталған өңірдің тұрғындарынан құралған бағалы металдардың заңсыз айналымына қатысы бар тағы бір қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды. Тінту шаралар барысында шамамен 17 тонна мыс концентраты, кенді қайта өңдеуге арналған жабдықтар, әртүрлі құжаттар мен ақша алынды. Барлық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ұсталғандар басқа да қылмыстарға қатыстылығы бойынша тексерілуде. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.